Сәлем достар, біз бүгінгі сабағымызда мына бағдарламаны жасайтын боламыз. Ол GitHub сайтына кіреді, логин парольді жазады өзі автоматты и сайтқа кіреді. Кіргеннен кейін сол профильдің ішіндегі репозиторийларды көреді. Осы репозиторларды экранға сілтемемен жазып береді бізге. Дәл осы нәрсені бүгін сабағымызда жасайтын боламыз. Және бұл сабағымызда да Selenium'ды және оның селекторларын қолданатын боламыз. Ал олай болса, сабағымызды бастайық. Ең алғаш, бірінші бізде логин пароль болуы керек. Ол менде GitHub ps.py деген бір файл создавать етіп қойдым. Мына жерде тұр ол, екеуі бір жерде. Біреуі GitHub user.py, біреуі GitHub ps.py. Яғни бұл жерде сіз GitHubқа кіретін өзіңіздің қолданушы аты жөніңізді және пароліңізді жазып қоясыз мына жерге. Соны біз өзіміздің мына файлымыздың ішінде импорт жасаймыз. Ctrl+V. GitHub ps файлымыздан жаңағы сол жерден username мен паспортты осы файлдың ішіне аламыз, сырттан аламыз. Екінші from Selenium import WebDriver import time, яғни секунд тоқтату үшін секундтарды қолданамыз. Енді бұны дұрыс қолдану мақсатында класс түрінде жасаймыз және оған GitHub login деген атау береміз. Бұны классты қазір ең соңында біз мына жерде қолданамыз, мына жерде. Енді класстың ішінде ең бірінші создавать ететін нәрсе бізде init методы болады. Init методының ішіне сырттан келген қолданушының аты, одан кейін пароль, екеуі беріледі. Одан кейін self браузер ретінде біз Chrome'ды қолданамыз. Self username мен сырттан келген username-ді айнымалыға тағайындаймыз. Self password пен сырттан келген паспортты да тағайындаймыз. Және self repositories. Бізде бір массив керек болады. Жаңағы менің сайтыма кірген кезде бүкіл репозиторлардың атын осы бір массивтің ішінде сақтау үшін. Осыны ең алғаш dev'ке біз сақтап аламыз. Екінші методымыз бізде login деп айтылады. Яғни сайтқа кіруіміз керек. Енді сайтқа кіру үшін бізге не керек? Self браузер керек. Сол жоғарыда init-тағы браузерді алып, соған GitHub-тың логин страницасын, сілтемесін жібереміз осы жерге. Және сайтқа кіргеннен кейін біз 3 секунд тоқтаймыз. 3 секунд ұйықтатамыз. Браузерді тоқтатып тұрады бізге. Одан кейін браузерге кіргеннен кейін, сайт ашылғаннан кейін не істейміз? Біз ол жерде username мен паролімізді кіретін жерді таңдаймыз. Ол үшін селекторды қолданамыз. Ол бізде find element және xpath қолдандым бұл жерде. Сол жердегі біздің мына сайтқа көрсетейін сіздерге қазір. Мысалға github.com/login деген страница бізде. Осы страница қазір менің аккаунтым кіріп тұр екен бұл жерде. Шығарып тастай салайын. Кірген кезде бізге осы страница келеді. Осы страницаның мышканың оң жағын басып, проверка кодын тексереміз. Және осы input'ты біз мышканың оң жағын басып, copy деп xpath'ді көшіріп аламыз осы жерден. Бұны өзіміздің мына жерге қолданамыз. xpath'ға мына жерге ставить етеміз, көшіріп алған жерімізді. Не істейміз? Ол жерге көшіріп алған жерімізге біз жоғарыда алған username-мізді осы жерге send case арқылы жаздыртамыз браузерде. Екінші, одан кейін, соны жаздырып болғаннан кейін 1 секунд күтеді. Одан кейін тағы да екінші элементті табамыз. Ол xpath арқылы бұл бізде құпия сөз. Мына password'тың xpath'ы. Бұны мышканың оң жағын басып просмотреть код десек, мына жерге password келеді. Осы password'тың астыңғы жағында copy басып, xpath жасаймыз да, осы passwordқа мына жерге қоямыз оны. Және бұл жерге де send case арқылы жоғарыда келген паспортымызды қоямыз. Одан кейін тағы 1 секунд ұйықтатамыз. Одан кейін мынаған толтырдық, и
не істеуіміз керек? Sign in деген кнопканы басуымыз керек. Мышканың оң жағын басып, бұның да кодын көреміз, және бұл жерден де copy деп xPath-ын көшіріп аламыз. Міне, бұл жерде login button бізде кнопка. Self browser нүкте find element и xPath арқылы бұл жерде мына path-ді қолданамыз мына жерде тік еткізіп. И login button click деген методты қолданамыз. Яғни бір рет шерт деген сөз сол жерде. Шерткеннен кейін ол страницаға кіргеннен кейін 3 секунд ұйықтатамыз браузерді. Бізге страница келу керек. Міне, мына логин пароль жазып болғаннан кейін біз sign in дейміз да страницаға кіреміз. Кіргеннен кейін 3 секунд күтеді осы жерден. Так, жаба салайын. Страницаға кіргеннен кейін мой профильдің ішінде repositories деген нәрсе бар. Осы repositories-терді ашып, осы мына жердегі әрбір атауды өзіміздің Python-да программированияға жаздыртуымыз керек мақсатымыз. Енді бізде екінші метод қолданамыз бұл жерде. Ол get repositories деген. Яғни бұл жерде не істейміз? Мына страницаға кіруіміз керек болады. Мына страницаға кіру үшін мен self browser get дедім, URL беремін мына жерге. URL-дің ішінде бұл барлық адам қолдана алуы үшін мына жерде мен f-string-қа жасадым. Яғни self username. Жоғарыдағы username-ді берген кезде соның репозиторына кіреді. Яғни бұны кез келген адамның атымен кіріп істей аласыз деген сөз. Одан кейін 3 секунд ұйықтатамыз. Мына репозиторға кіргеннен кейін 3 секунд ұйықтатамыз. Ұйықтатқаннан кейін не істейміз? Енді біз мына селекторларды қолдануымыз керек. macdef, happysat class. Осыларды мышканың оң жағын басып просмотреть код десек, мына жерге бізде div, мына жерде общий алайық, мына жерде общий repositories list деген div бар. Осының ішінде ul деген нәрсе бар. ul и ары қарай li классының нелері бар. Осы li-дің әрқайсысы бір элементке сәйкес келеді біздегі. Осы li-ларды біз алуымыз керек. Енді бұл үшін мен полный бәрін бірге алу үшін find elements методын қолдануым керек. Барлық элементтерді алғаннан кейін. Сол үшін одан кейін CSS селектор қолданамыз. Біз нені қолданамыз? Ішінде div-ті қолданамыз. Мына div ішінде ID user repositories list деген ID бар екен div-тің ішінде. Соны қолданамыз. Соның ішіндегі ul, мына ul, оның ішіндегі li-ді аламыз. Әрбір li-дің ішіндегі бүкіл элементтерді аламыз. Мына жерде таптық, барлығын repo elements-тің ішіне сақтадық. Енді әрбір элементтің атын жаздыртуымыз керек. Мына macdef, happysat class, осыларды жаздыртуымыз керек. Ол үшін не істейміз? For циклға кіреміз. Repo in repo elements, self repositories нүкте append. Жоғарыда біз создавать еткен, мына жерде создавать еткен репозиторымызға қосып отырамыз. Яғни массивімізге әрбір элементті қосамыз. Нені қосамыз? Repoның find element методын қолдану арқылы CSS селекторды қолданамыз и wb break all a дегеннің текстін қолданамыз. Мына жерде li-дің ішінде бізде не бар? macdef-ті көру үшін li бар. Li-дің ішінде мына жерде div бар. Оның ішінде мына macdef, мына жерде h3 деген класс бар екен бізде. Осының ішінде a деген не бар? Сілтеме бар. Міне, енді осы жерден бәрін таңдауымыз керек болады. Мына жерде класс h3-дегі классты wb-break all дегенді таңдаймыз. И одан кейінгі a деген бізде не бар? Сілтеме қоятын жер бар. Тег бар. Сол сілтеменің текстін алуымыз керек. Ол үшін мына жаңағы классты мына жерге қоямыз, және одан кейінгі класстың ішіндегі a деген тегті аламыз да, оның текстін аламыз. Бұл жерде macdef деген осы жерге келеді міне сол кезде. Текстіміз macdef. И болды, ары қарай бүкіл текстің барлығы массивке сақтадық. Сақтағаннан кейін не істейміз? Бұларды тек класстарды орындатқызамыз болды. Мына жерде бір қосып қоя салайын. GitHub деген класстың бір баласын создавать етеміз, былайша айтқанда.
GitHub'тың ішіне username мен, сырттан алған username мен passwordты береміз, ішке кіргіземіз. И ары қарай логинді орындатқызамыз. Логин методын. Ары қарай get repositories деген методты қолдандырамыз. И одан кейін сол GitHub'тағы, осы GitHub ненің классының баласындағы repositories деген жоғарыда создавать еткен біздің мына массивімізді осы массивті экранға жаздыртамыз просто. И сақтаймыз, болды. Ctrl-Shift тырнақша и орындатқызайық. Дәл жаңағылар орындалады. GitHub'тың сайтына кірді, 3 секунд күтті, логин пароль жазды, sign in кнопкасын басты и менюдағы repositories страницасына өтті. И мына жерде бүкіл элементті алды, экранға маған массив ретінде экранға жаздырып берді и программаны аяқтады. Дәл осылай сіздер барлық сайттарға логин пароль жасатқызып әсерлесу ала аласыздар. Логин пароль толтыртасыздар, ішіндегі кез келген элементті, сайттардағы элементтерді дәл осындай жолдармен алып, өзіңіздің Python бағдарламаңызда немесе база данықтарыңызда алып, сақтап, қолдана аласыздар. Осымен Selenium сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше.